білім талап қылудың бір әдебі адам дүниеде зұхд қылу керек дейді. Зұхд деген нәрсе не? Ақыретте пайдасы болмайтын нәрсені тастау. Ақыретте пайдасы болмайтын нәрсені тастау бұл зұхд дейді. Сол білім талап қылуда адам міндетті түрде не зұхд болу керек дейді. Сол үшін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, Муслимде келген хадис, сахабаларға айтады: ахуафу ма ахуафу алейкум, сендерден ең қорқатын нәрсем не кедейлік емес, сендерге дүниенің байлықтары жайылып, діндеріңді не тастап кетуден қорқам дейді да, яғни байлық. Және басқа хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: адамның дініне дейді, адамның дініне дүниені жақсы көру мен мансапты жақсы көрудің зияны екі аш қасқырдың қойға шапқан зиянынан бетер дейді. Түсіндіңіз бе? Хадисте айтады, екі аш қасқырдың зияны қойға шапқан. Оның зиянынан дейді адамның дініне және дініне болған зияны дүние жақсы көруі немесе мансапты жақсы көру одан да зиян дейді. Сол үшін ғалымдар бұл шархында хадисті айтады да, яғни бұл хадистің түсінігі, яғни бұл нәрседен өте аз адам аман қалады дейді. Осы нәрседен иллал қалил, яғни қай нәрседен? Анау дініне жаңағы осы екі зиян нәрсе бар ғой, қандай? Дүние қуу, дүние жақсы көру, екіншіне мансап қуудан өте мұсылмандардың ішінде аз адам қалады дейді, аман қалады дейді. Өйткені не? Пайғамбар саллаллаху алейхи екі аш қасқырға не қылды да, сонда айтады, жаңа шархында айтады да, өзі қасқыр дейді, қойға шапқанда ол дейді жейтінінде, жемейтінінде не қырып кете береді. Тек қана жейтінін өлтірмейді, ол не қылады? Жемейтінінде өлтіріп кете береді да. Қараңызда қасқырдың зияны да. Кейін қандай сипат айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Айтады, аш дейді да, бұл екі қасқыр аш. Аш болса, тіптен оның зияны не? Бетер да. Ал енді адамның дейді дүниені жақсы көру, мансап қуу дін үшін бұдан да артық зиян дейді. Сол үшін бұл білім талап қылуда да не?